Адам баласы ниет пен тағдырдың жіңішке сызығында өмір сүреді. Әрбір ойың, әрбір қадамың ниетіңнен бастау алады. Егер ниетің таза болса, тағдырың да нұрланады. Ал ниетің бұзылса, тағдырың да бұзылады. Рухани даму ниетті тазартудан басталады. Ей, мұсылман бауырым, егер шынайы дос іздесең, күре тамырыңнан да жақын жаратушы Алла бар. Ол сенің әр сәттегі панаң, ең сенімді сырласың. Ал егер дұшпан керек десең, сені үнемі азғырып, тура жолдан тайдыратын шайтан мен нәпсің бар. Олардан сақтан, оларға ерме. Әділдік деген не? Бұл ағаштарды суғару. Ал әділетсіздік ше? Тікендерді суғару. Әділдік әр нығметті лайықты орнына қою. Бұл су ішетін әр дәнді суғару емес. Әділетсіздік бір нәрсені өз орнымен қолданбау, оны лайықты емес жерге қою. Бұл тек залалға себеп.